Сәлеметсіздер ме? Арнама қош келіпсіздер. Мен Жанна Югданқызы, жалпы тәжірибелік дәрігер. Сіздерге ОРВИ-ді емдеудің жалпы 7 қадамы жайлы айтқым келіп тұр. Яғни ешқандай да антибиотиксіз балаңызды нәтижелі емдегіңіз келсе, онда видеоны соңына дейін көріңіз. Яғни бірінші қадам, яғни ең бірінші ереже ол балаңыздың режимі. Режим ол қандай болу керек? Яғни свободный режим. Яғни бала жүгіріп, ойнап жүрсе, онда баланы қинап жатқызудың ешқандай керек жоқ. Бұл қайта балаға пайдалы. Баланың ойнап жүгіріп жүргені ол қан айналымына, зат алмасуына өте пайдалы болып табылады. Сондықтан да ол свободный режимде жүру керек. Және де питаниесі, баланың тамақтануы. Егер баланың тамақтануы нашарласа, яғни тәбет төмендеді дейік, ол кезде балаға ешқандай тамақты қинап, күштеп берудің ешқандай қажеті жоқ. Себебі бала организмі, если тәбет болмаса, оны ешқандай да қорыта алмайды. Қорыту баяулайды. Баланың жағдайын қинаудың қажеті жоқ. Үшінші ереже бұл балаңыздың су ішуі, яғни обильное питье. Балаға көп мөлшерде су беруіміз керек. Неге? Себебі бала жоғары температурада сусыздануы мүмкін. Сусыздану жүріп жатса, онда ол асқынуларға алып келеді. Яғни балаға әрбір 5 минут сайын 1 глоток су ішуін қамтамасыз етуіміз керек. Яғни 3 жасқа дейінгі бала болса, егер еметін болса, онда баланы жиі емізе беріңіз. Ал егер де бала ембейтін болса, онда шприцпен суды беруге тырысыңыз. Ұйықтап жатқан жағдайда да, жатқан жағдайда да, отырған жүрген каждый 5 минут сайын 1 глоток судан беріп отыруыңыз керек. Келесі егерде 3 жастан жоғары болса, онда баланың өзінің сүйіп ішетін сусындар болады, сол сусындарын беруге тырысыңыз. Ол хоть газированный болсын, тәтті шырындар болсын, беруге болады. Төртінші ереже бізде ауа параметрлары. Енді ауа параметрына не жатады? Ауа параметрына бөлме температурасы және де бөлменің ылғалдылығы. Оны қалай есептейміз? Ауа температурасына арнайы термометр болады. 18-20 градус деңгейінде ұстап отыруларыңыз керек. Және де бөлменің ылғалдылығы ол 50-70 болу керек. Оны арнайы гигрометр сатып алып есептеп отырасыздар. Ауаны ылғалдандырғыш, яғни увлажнитель воздуха кез келген аптекаларда сатылады. Егер де ондай мүмкіндік болмаса, сіз батарейкаларға, паровойлардың қасына, жаңағы ыдысқа, кез келген ыдысқа су құйып, қойып қойсаңыз болады. Және де олай жасағыңыз келмесе, сулы тряпкаларды паровойларға жайып қоясыз. Ыстықтататын, қысып тұратын киім болмау керек. Балаға өте ыңғайлы киімдерді, бос киімдерді кигізгеніңіз абзал. Себебі бала терлеген кезде баланы сіз шешіндіресіз, оны қайттан киімін ауыстыру керек болады. Сол себепті балаға комфортный киім кигізгеніңіз дұрыс. Баланың мұрнымен тыныс алуын қамтамасыз етуіміз керек. Егер де бала мұрнымен дем аламай, аузымен дем алып жатса, мұрны құрғап жатса, онда бөлме параметрларын қайтадан тексергендеріңіз дұрыс. Егер де бала мұрнымен тыныс аламай жатқан жағдайда сіз солевой раствор, яғни тұзды ерітінділерді, аквалор, аквамарис, сол сияқты ерітінділерді мұрнына тамызасыз, және 5 минуттан кейін аспиратор немесе сопляцус дейміз. Оның қандай болатыны, яғни сопляцус дегеніміз осындай болады. Аспиратор. Мына екі бөліктен тұрады. Bir бөлігін баланың мұрнына, екінші бөлігін өзіңіздің аузыңызбен тартып, демді тартқан кезде бүкіл баланың мұрын қуысын тазалап алады. Өте ыңғайлы құралдардың бірі. Сондықтан сатып алуға кеңес беремін. Енді егер мұрнын тазаласаңыз да, аспиратормен тазаласаңыз да, онда баланың мұрны демаламай жатса, онда баланың мұрнының шырышы сынып кеткен,
Ондай жағдайда сізге тамыр тарылтқыш, яғни називин көмектеседі. Називин спрейін арнайы балаларға арналған дозировкасы бар. Соны қолдансаңыз болады. Келесі бізде 7-ші ереже. Яғни ол дәрі-дәрмекпен емдеу. Яғни балаңыздың температурасы 38-ден жоғары болса, онда міндетті түрде жаропонижающий, яғни ыстықты түсіретін препарат береміз. Оған қандай препараттар жатады? Ибупрофен және де парацетамол. Ол екеуі де сироп түрінде жүреді. Яғни олардың дозировкасын білуіміз керек. Кез келген балада ол жасына қарай есептелмейді, ол салмағына, баланың салмағына қарай есептейсіз формуласы бойынша. Бірінші ибупрофен дедік, оның 10 миллиграмм килограммына бересіздер. Ал парацетамолды 15 миллиграмм килограммына өлшеп бересіздер.